Туғандар, есіңіздерде болса, ушу үйді кече күні киргизген болчук 550 000 рубль деп, газ, свет, су бүт бардык шартымен. Мына бисмилля деп баштай бериңиз, акам. Ак жолто үйлөрдөн болсун, а? Мына сол жагыбызда кухнябыз. Кухнябыздын газдар иштейт экен. Өзүм жагып көрдүм, иштетип. Бул да иштейт экен. Хозяйкадан калган холодильник экен, мында көрдүк, иштейт экен. Бул үй бизге жакты. Биз алдык, Кудай буйруса. Куттуу үйлөрдөн болсун. Сага дагы рахмат. Сен аркылуу биз үйлүү болуп калдык. Ишиң илгери болсун. Ассаламу алейкум, урматтуу менин мекендештерим, жана биздин каналдын көрүүчүлөрү, амансыздар туугандар. Кече күнү ушул үйдү киргизген болчук 550 000 рубль деп, газ, свет, су бүт бардык шарты менен. Мына бүгүнкү күндө кардарлар келип алып отурган учуру насип деп коет туугандар. Аябай көпчүлүгүңүздөр чалдыңыздар. Болгону өзү 550 000 деп койгон болчук. Көпчүлүгүңүздөр чалып Нур-Султан 600 000 беребиз, 650 000 беребиз. Мына акчаны азыр сага которуп коебуз дегендер да болуп атты. Туугандар, биз эч качан акчаны вперед албайбыз. Качан гана келип үйдү көрөсүз, ошондо анан сделка болот. Өзүңүз келип көрүңүз, көзүңүз менен көрүшүңүз керек. Үйдү жакса аласыз, жакпаса албай кайра кете бересиздер туугандар. Видеого бирден класс басышты унутпайбыз. Былчитип классты басабыз. Жүрүңүздөр, анда эмесе кардар менен таанышалы. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Акам, кандайсыз? Жакшы, рахмат. Менин атым Сүйнали. Ош областынын Араван районунан, Жданов айылынан болом. Кайсы айылдан? Жданов айылынан болом. Жданов. Эски Жданов. Бул келинчегим болот. Биз шуну түндө көрүп ютубуңан, YouTube каналыңды тез көрүп турчу элем. Мына Алла насип этип ушу үйдү жагып, түнү келгенмин. Канча звонок кылдык сага, ушул жерде келип күттүк мына. Алла насип эткен экен. Мына үйдүн документтерин тапшырдым. Мына документтерди бир сыра көргөзүп өтөлү биздин көрүүчүлөргө. Мына туугандар, көрүңүздөр. Үйдүн документи отдельный, жердики. Үйдүн документи мына. Бул договор. Мына жердин документи отдельный, акам. Жер болсо 21 сотук. То есть жер болсо 51 сотук. Үйүңүз 80 квадратный метр. Страх туугандар, эң негизгиси үйүңүз застрахован экен, а? Страховкасы дагы бар экен. Бизди негизи көптөн бери күзөтүп жүрөсүзбү? Ооба, көп болду күзөтүп жүргөнгө. Өзүм да таксоват этип жүрөм, бияка көп келчү элем. Эли көрүп, кызыгып жүрдүм эле. Мына Алла насип эттир. Ушу үй бизге. Өзүңүз демек такси кыласыз, а? Таксовать этесиз Москвада. Москвада таксиде иштейбиз. Буюрса, пландар кандай бул жакта? Ушул жерге келип бир айылдагыдай кылып жашап, мал койгулсакпы деген ниет бар. Биз катары мал тирикчилик. Тирикчилик. Болачак. Үй жактыбы негизи өзүңүзгө? Үй жакты, газ бар, свет бар экен. Бардык жайында экен. Менин оюмдагы үй экен. Рахмат ошого. Алла ыраазы болсун. Аллагым дагы бир жолу кут кылган болсун. Рахмат. Ниеттериңизге жеткирген болсун. Бул жак Жеңешка экен, а? Жеңешка, сизге дагы бир ооз сөз. Сүйлөй кетиңиз. Микрофонду могул жакка тагып коелу. Сүйлөй бериңиз. Аты жөнүңүз, жеңе? Менин аты жөнүм Өлмаскан. Биз ушул Нур-Султандын YouTube каналынан үйлөрдү көрүп жүрөт элек. Ушул үй насип кылган экен. Кечинде келип, азыр алып отурабыз. Негизи көптөн бери күзөтөсүзбү биздерди? Көптөн бери күзөтүп YouTube каналыңардан көрөбүз. Биз дагы ушактан үй алайлык деп. Жактыбы үйүңүздөр? Үйүбүз жакты, жакшы экен. Условиялары бүтүн жакшы. Насип кылган болсун, а? Акам, атыңыз? Сүйнали. Сүйнали ака, биздин көрүүчүлөргө бир сыра үйдү көргөзүп чыгалы, а? Кана, жеңе, жүрүңүздөр. Мына ушундай болгон үй экен туугандар, көрдүңүздөр. Биздин алдыңкы видеолордо көрүп кетсеңиздер болот. Толук обзор кылып көргөзгөнбүз. Үй болсо газ, свет, су бүт бардык шарты менен. Үйдүн сырткы көрүнүшү ушундай. Кана. Жүрүңүздөр. Бисмилля деп баштай бериңиз, акам. Ак жолто үйлөрдөн болсун, а? Мына ушу оң жагынан баштайлы анда. Көрсөтө бериңиз. Мына летний верендабыз бар. И сол жагыбызда да куду ушундай летний веренда бар экен. Мына ушул дальше үйгө кирсек, сол жагыбызда кухнябыз. Кухнябыздын газдар иштейт экен. Өзүм жагып көрдүм, иштетип. Бул да иштейт экен. Хозяйкадан калган холодильник экен, мында көрдүк, иштейт экен. Андан биякта комнатаны мен келип эле айттым. Бу жерде өзүбүзгө бир спальня кылсак,
кухня жақын деп бала чақаға бияқтағы комнаталарды деп уже бөлдім. Мына комнатаны тоже чоң екен, балаларға лайық. Бияқта чоң залыбыз бар екен. Мейманханабыз болса деп бөліп келдім. Адан бияққа шыққанымызда мал қармағанға удобствосы да бар екен. Жер кішкі комната екен, бұл обычный. Бияқта кладовка. Оны будущіге санузел қыламыз деп шештім. Шында удобствосымен санузел болса болады екен. Бұл жағыбыз мына мал қой қармай тұрған жерлеріміз болады екен. Кішкене бір уборка қылсақ, жерге мал қой тоқ қармасақ. Бұяғызда да мал қой қармағанға қоробыз бар екен. Бұны кішкене уборка қыламыз. Құдай бұрса бұяққа қой қармасақ, бұяққа кішке торпоқтарды қармағанға места бар екен. Бұның артында дағы сарай бар. Екінші сарайымыз бар екен. Шул. Демек бұл жаңыз сарай екен. Бұл сарай. Бұл берде шу мал қой қармағанға удобство болған жер екен. Үйден прямо кіргенге қаласаң, мына есік тұрады, чоң ворота. Сырттан келгенге да болады екен. Шул жақты бізге. Бұл үй бізге жақты. Біз алдық, Құдай бұйырса. Құтты үйлерден болсын. Саға дағы рахмат. Сен арқылы біз үйлі болып қалдық. Ішің ілгері болсын. Шул. Алла разысы үшін шындай елдің қызматын қылы бер. Алла Тағалам саға күш қуат берсін. Ойлаған ой мақсаттарыңа жете бер. Рахмат саға да чоң. Жүріңіздер, күлішті үй иесіне тапшыралы. Мына әкем, бұл үйдің күліші, бұл сарайдың баняның күліші. Қармаңыз. Үйіңізді Алла Тағалам құт қылған болсын, дағы бір жолы, үйіңіз құт болған болсын. Алла Тағалам ниетіңізге жеткірген болсын. Бізді көріп отқан біздің мекендештерге, Өзбекстандық, Тәжікстандық, Қырғызстандық aka-ukalarыбызға қандай себептеріңізді беріп кететіліңіз? Мен шу немеден пайдаланып, өзбек, тәжік, қырғыз дебейлі, мұсылман дейлі қалқыбызға. Келіңіздер. Мына үйді алдық, өзі көзімменен көріп, түнде келгенмін, айтып отпаймын. Өзі көзімменен көріп, үйді жақтырып алып отам. Келіп, үшерлерден үй алып, мал қой қылып, тірілік қылғаныңарға. Демек Нұрсұлтанға ішенсе болу екен әкем? Нұрсұлтанға обязательно. Нұрсұлтанға ішенсе болады екен. Нұрсұлтан, Алла разы болсын, дағы бір жолы, Алла саған менен тыныш болғын. Жеңем дағы бір осы сөйлей кеттің, жеңе? Шул Нұрсұлтанға ішенсе болады. YouTube каналын көптен бері көріп, өз көзімізменен келіп көріп, алып отырабыз. Саңа да чоң рахмат, ішің илгери болсын. Рахмат жеңе, Алла Тағалам ниетіңіздерге жеткірген болсын, ақ жолтой үйлерден болсын. Бұйырса, біз өзіміз деле ушул районда жашайыз, көрдіңіздер, үйге бардыңыздар. Бұйырса, aka-uka болып, ушул жерде ынтымақта жашай береміз, Қаласа. Анан туғандар, күн сайын біздің YouTube каналдарда сатыла тұрған үйлер шығып тұрады. Ошол жерлерден көрсөңүздөр болот. Басыны бүт бардығын айта кетебиз. Көріп, жақса Нұрсұлтан ушу үй жактымага барып көрөм деп келип көрсөңүздөр болот туғандар. Анан баса белгилеп кете турган нерсе, көпчүлүгүңүздөр чалып Нұрсұлтан залог таштайлы же болбосо акчасын период берели деп атасыздар. Биз ага макул болбойбуз. Эч кандай период акча алынбайт туғандар. Качан гана өзүңүз келип үйдү көрүп жактырсаңыз, ошондо гана акчаны бересиз. Ага чейин акча алынбайт. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө аман туруңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.